Жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел дамуына өзге этностардың қосып жатқан үлесін мемлекеттік тілде насихаттайтын ақпарат құралдарын барынша қолдауды тапсырды. Президент мәдениетіміз әр алуан екенін көрсететін ерекше ақпаратты әзірлеу қажет. Соның ішінде қазақ тілді аудиториямен жұмыс жүргізген жөн. Қазақ тілді аудиторияның ауқымы кеңейіп жатыр. Бұл жағымды оң үрдіс екенін атап өтті. Жиында тағы қандай маңызды ақпараттар айтылды. Тікелей байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Раушан Сайлауғазынан білейік. Раушан, қайырлы күн, сөз өзіңде. Қайырлы бек, рахмет. Қазақстан халқы ассамблеясының 31-ші сессиясы аяқталды. Жалпы әртүрлі еліміздің түкпір-түкпірінен келген 600-ден астам этнос өкілдері жиынға қатысты. Жалпы жуырда болған қаңтар оқиғасы ел бірлігінің қаншалықты маңызды екенін дәлелдегені рас. Осы орайда президент ең әуелі ассамблея мүшелерін ауызбіршілікке шақырды. Жалпы жиында жаңа өзің айтып өткендей, қазақ тілінің маңызы, сонымен қатар осы ел тұтастығын сақтаудағы бақтың рөліне де тоқталды, және сонымен қатар республикалық референдум өткізу туралы ұсынысын айтты. Дәл қазір менің қасымда Ұйғыр Авази газетінің бас редакторы Ершат Асматов мырза тұр. Ершат мырза, айтыңызшы, осы республикалық референдум өткізудің маңызы қаншалықты? Саламатсыздар ма, тікелей эфир қатысушылары. Енді бүгінгі 31-ші сессияның маңыздылығы сол, дәстүр бойынша Қазақстан халқы бірлігі күні қарсаңында өтіп жатыр. Оның үстіне 12 айдың сұлтаны ораза айының басында өтіп жатыр. Қасиетті қадір кеші күннен кейін өтіп жатыр. Мен ойлаймын, бұл сессияның маңызы өте зор, ерекшелігі бар. Сіздің сұрағыңызға орай, республикалық референдум туралы айтсам, әрине қазақта да, ұйғырларда сөз бар. Ақылдасып пішкен тон қысқа болмайды. Халықпен ақылдасқан, халықтың пікірін тыңдаған мемлекет ешқашан жерде қалмайды деп ойлаймын. Оның өркендеуіне жол ашылады деп ойлаймын. Сондықтан біздің соңғы рет конституциялық реформа, референдум 95 жыл болған. Енді мынау референдумның өзгешілігі, ерекшелігі басқа болады деп ойлаймын. Неге десеңіз, халық деген үлкен қазына, даналықтың қазынасы. Міне сол қазынадан жақсы байлықты, жақсы пікірді алу мемлекетке тек қана пайда алып келеді. Сондықтан сол халық даналығыдан пайдаланып, халықтың ішіндегі бір өзекті мәселелер, қайнап отқан пікірлер бәрін есепке алып, содан кейін жаңа конституциямыз бекітілсе, ата заңымыздың күші неғұрлым күшті болады деп ойлаймын. Сондықтан мен 100% жаңағы конституциялық референдумға қосыламын. Рахмет, Ершат мырза. Жиында айтылған тағы да маңызды ұсыныстарды келесі шығарылымда толығырақ айтатын боламыз.